Сәлем достар, сіздермен орама нан дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен қамырдан бастаймыз, ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Керегінше су, бір жұмыртқа, тұз қосып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Ұнымызды шетінен қоса отырып, орташа жұмсақтықтағы қамырымызды елеп аламыз. Қамырды жақсылап елеңіздер. Қамырда ұнның түйіршіктері қалып қалмауы керек. Қамырымыз бір тегіс болып шығуы үшін. Және де 10 минуттан кейін қамырларыңызды қайтадан бір елеп қойыңыздар. Себебі қамырымыз ие қанып тұрса, жақсы жайылатын болады. Бір пиязды алып, видеодағыдай көбік етіп, ұсақтап турап аламыз. Енді жусайымызды аламыз, жусайымызды да ұсақтап турап аламыз. Енді үстіне дайындап алған фаршымызды салатын боламыз. Және өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Менде бұл паприка мен қара бұрыш. Және тұзымызды салып, 4 ас қасық күнбағыс майын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырыңыздар, фарштарыңыз түйіршік болып қалмасын. Ал енді мен орама нанның салмасын дайындап болдым. Енді қамыр жаюға кірісетін боламыз. Жаңағы дайындап алған қамырымыздан бізде 4 көше шықты. 4-еуін жайып аламыз. Өте жұқа болуы қажет. Жұқа болған жағдайда сіздердің орама нандарыңыз өте дәмді болып шығатын болады. Жұқа етіп жаясыздар. Фаршымызды 4-ке бөліп, оны бәріне бір тегіс етіп, қамырдың жан жақтарына, барлық жеріне бір тегіс етіп жаятын боламыз. Және осылай видеода көрсетілгендей орап, манты қазандарыңызға салып, пісіре берсеңіздер болады. Біз бұл жерде еті бар болғандықтан 45 минутқа қоямыз. 45 минуттан кейін өшіретін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын.